أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алла Тағаланың қалауыменен бүгінгі дәрсіміз адамзаттың бойындағы ашу. Немесе Алла Тағала берген ашуды қалай пайдалану керекпіз. Ашу деген нәрсе не? Ол ашу нәпсіден туындайтын дүние. Алла Тағала әрбір адамды жаратқан кезінде ол адамға сол адамның бойына жарасатындай мінез құлықты берілген. Сол мінез құлықты кейде адамдар өзінің нәпсісіне еріп, кейде құртып жатады, кейде жақсы жаққа өзгертіп туырлап жатады. Ашу. Мұсылман адамда ашу деген нәрсе болады. Яғни ашу, адамның бойында ашудың болмауы, ешбір нәрсеге ашуланбай, еш нәрсеге ашулану деген нәрсе табиғатында болмаған адам, ол адамда бір қателік немесе бір ауру бар деген сөз болады деді. Ал енді екінші тарап болады. Кез келген нәрсеге ашулана беретін тарап болады. Бұл адамның да болмысында, мінез құлқында бір қателік бар деді. Егер адамның бойында ашу бар болып тұрып, сол ашуымен бірге кешірімі болса, бұл адамның мінез құлқында бір бөлігінің толықтығы бар деп айтты. Енді неге? Адамзатты Алла Тағала жаратқан кезінде сізбен қажет болған дүниенің бәрі берілген. Ашу бар, кешірім бар, жақсы көру бар, жек көру бар. Ашулану адамзатта болады егер Алланың худуды, Алланың діні, шариғаты бұрмаланып жатса, Алланың діні, шариғатына тіл тиіп жатса, бұл кезде адам, мұсылман адам ашуланады. Бұл кезде мұсылман адам шамасы келсе қайтарады. Қолмен қайтарады, тілмен қайтарады. Шамасы жетпесе, сол істі, солыны жүрекпен жек көріп қоя салады. Бұл иманның әлсіздігінен. Екіншісі, адам өзі үшін ашуланады. Өйткені бұның шахсиятына, адамның өзіне қатысты болған мәселеде біреуден сөз естіп жатса, өзіне қатысты болған мәселеден біреуден ғайбат бірдеңелер естіп жатса, адам ашуланады. Бірақ мұсылман адамның кемелділігі Алланың худуды жайында, Алланың шариғаты жайындағы мәселеде мұсылман адам ашуланады. Ал өзінің шахсияты жайында мәселеде мұсылман адам ашуланады, бірақ сол ашуын кешіріммен жуып жібереді дейді. Яғни кешіріп жібере салады. Бір күні Бану Махзум тайпасынан бір әйелдің ұрлық жасағандығы әшкерленеді. Сосын ұрлық жасағандығы айқын болған кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі әйелдің қолын кесу керектігі жайында, шариғаттың үкімін тұрғызу жайында үкімді айтады. Бану Махзум тайпасынан бірнеше беделді адамдар келіп, бұл әйел, сондай әйел, бұл беделді әйел, білмей қалған екен, кешіре салайық, үйткен екен, бүйткен екен деген сияқты сылтауларын айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты ашуланды. Тіпті риуаятта айтады, ашуланғаны соншалықты пайғамбарымыздың жүзі қызарып кеткен еді деді. Бірнеше кітаптардан да келтіреді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Тағаланың діні жайындағы мәселеде, сахабалардың кейбір мәселеде қателескендіктері жайында естіген кезінде, сол мәселеде сөз жеткен кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қызарып кететін еді. Тіпті пайғамбарымыздың маңдайында бір тамыр болатын еді, сол ашуланғаннан
көгеріп көрініп қалатын еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі Алланың худуды, Алланың шариғаты орындалу керек болған кезінде, үкімі орындалу керек болған кезінде ортаға түсіп жатқан адамдардың ісіне қатты ашуланды. Сол кезде хадисте былай деп келтіреді: «Иннама ахлака бани Исраил аннахум кану иза сарақа фихим шариф таракухум». Егер Бани Исраил қауымы олар құрдымға кетті, егер олардың арасынан, құрдымға кетуінің себебі, олардың арасынан біреу ұрлық жасаса, ол адам абыройлы, шарапатты адам болса, ол адамды кешіріп жіберетін еді. Ал ол адам әлсіз, қорғаушы жоқ, артынан тұрып беруші, сөйлейтін адамы жоқ болса, ол адамға хатты тұрғызып қолын шабатын еді дейді. Яғни бай дәулетті, абыройлы, беделді азаматтар ұрлық жасап қойса, күнә жасап қойса, Алланың худудын тұрғызбайды, Алланың шарттарын, үкімдерін тұрғызбайды. Ал әлсіздерге Алланың үкімімен шарттарын орындап, жаза беріп жататын еді дейді. Бұл Бани Исраилді құрдымға алып барды. Осы айтып болғаннан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисін жалғастырып: «Ләу анна Фатимата бинт Мухаммад сарақат ла қатаъту ядаха» деді. Егер Мұхаммедтің қызы Фатима ұрлық жасайтын болса, мен оның қолын кесемін деді. Бұл жерден не нәрсені түсінеміз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің қызы ұрлық жасаса деген сөзді айтып тұр. Сырттан біреу деп тұрған жоқ. Егер менің қызым ұрлық жасаса, мен оның қолын кесемін деп тұр. Өйткені Алланың худуды, Алланың үкімі келген кезінде ол менің туысым еді, менің балам еді деген сөз болмайды екен. Имам Табараниде келген хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жайында келеді, риуаят етуші адамның келтіреді: «Ма раайту Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям интақама ли нафсихи». Ма раайту дейді, риуаят етуші айтады. Мен Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямды көрмедім дейді, өзінің нәпсісі үшін интиқам қылғанын. Яғни интиқам деген өзінің нәпсісі үшін біреуден кек алғандығын көрмедім деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл әлемге өнеге болған. Дінде ұстаз болған. Құран үйретуші. Алладан уахи түскен. Мәңгілікке жіберген. Осы соңғы жаратылысқа пайғамбар болып жіберілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды тарих кітаптарынан оқысақ, саясатшы, ғалым, дана, аманат қой, шыншыл, тағысын тағы осындай сипаттармен сипаттайды. Бірақ Алла Тағала Құр'ан-ы Кәрімде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды саясатшыл деп мақтамаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды тағысын сол болып жатқан ісіндегі сен садақаны жақсы бересің, сен аманатты сөйтіп ұстайды екенсің деп мақтамады. Бәлкім Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Алла Тағала мақтағанда сен көркем мінез иесісің деп мақтады. Яғни Алланың бізге міндеттеген міндеттемелерін орындау бұл біздің мінезімізден екен, иманымыздан екен. Сондықтан да ашу келген кезінде Алланың әмірі бұрмаланып жатса,
онда ашулану керек. Мысал ретінде мынандай мәселені келтіреді. Кейде көріп жатамыз, ашық киінгендерді, харам болған нәрселерді пайдаланып жатқан азаматшаларды, шариғаттың шегінен шығып харамға бет бұрып кеткендерді көргенде, тіпті оларға қой деп айтуға шамамыз келмей жатады. Алланың дінінде бұл нәрселер харам етілген болса, шаман келсе қолыңмен, болмаса тіліңмен. Оларға шаман келмесе жүрекпен жек көріп қой, бұл иманның әлсіздігінен деп, тіпті олар үшін бұл істі жек көруді де біз тоқтатып қойған екенбіз. Ашуды адам өзі игеру керек. Сен қашан өзіңді өзің игересің, сол кезде сен мықты боласың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, имам Бухариде, имам Муслимде риуаят еткен хадисте: «Ма тауддуна суратан фикум». Сендердің іштеріңдегі ең мықтысы кім деді? Сахабалар айтады, жисмани мықтылар, яғни дене күші бар, бұлшық еті өскен, сондайды мықты. Ең мықты адам ол шамасы келіп тұрып өзінің ашуын басқан адам. Сол адам мықты деді. Нәпсісін өзі игере алған, ашуын өзі игере алған адам ең мықты адам осы деді. Тағы бір хадисте келтіреді, Абу Дауд риуаят еткен бір хадисте келтіреді: «Ма юбаидуни мин ғадабилла». Біреу кеп сұрады ғой, я Расулалла, Алланың ашуынан мені не тосады деді. Алланың азабынан, ашуынан мені не нәрсе тосады, я Расулалла деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, лә тағдаб деді. Ашуланба деді. Ашуланбай қоя сал деді. Сен осылай ашуланбай қоюың Алланың ашуынан сені сақтайды деді. Тағы бір хадисте келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер кімде кімнің бір мәселеде ашулануға шамасы келіп тұрып, отбасылық жағдайда ма, жұмысында ма, тағысын қандай бір жерде ашулануға, ұрсуға, айқайлауға шамасы келіп тұрып, сол ашуын жұтқан адам қияметте көзі қара, яғни қара көз хур қыздарынан қалағанын таңдап алуға мүмкіндік береді деді. Бұл деген сөз не? Бұл деген сөз, адам әрқашанда Алланың бұйрықтарын орындасақ, бізге міндеттеген ақлақтарымен көркемнезділінсек, сол ақлақты ұстанып тәрбиеленсек, бізге Алла Тағала міндетті түрде жақсылықпен бізге сыйын береді екен. Кімде кім ашулануға шамасы келіп тұрып, сол ашуын жұтса, қияметте Алла Тағала оған қара көз хур қыздарынан таңдап алуына мүмкіндік береді деді. Ашу деген нәрсе не? Ашу деген ол шайтаннан болатын дүние, нәпсіден болатын дүние. Ашулансаң деді, онда отыр, дәрет ал, отыр, намаз оқы. Егер оғанда басылмаса, шығып кете салғын деген. Шайтанның жаратылысы ол оттан деді. Отты су ішіреді. Ашудың болмысы шайтаннан, сол үшін біз дәрет ал, ашуды дәрет алу басады деген. Әрқашанда біз ашуымыз келген кезімізде өзімізді ұстай білсек, нәпсімізді жұтып, ашуымызды жұта білсек, біз көркем мінез иесінен болады екенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан сұралған кезінде, мәуддин деген кезінде, дін не деп сұраған кезінде,
хуснил хулқ деп айтқан. Дін не деген кезінде, дін ол намаз, дін ол ораза, дін анау, дін мынау деп айтпады. Дін көркем мінез деді. Ашуын адам жұту, нәпсісін тістеп қалу, бұл көркем мінездігін кемелденуінен екендігі белгілі. Сондықтан да баршаларымызға айтатынымыз, көркем мінез иесі болуымыз керек. Өзің үшін болып жатқан мәселеде ашуыңды жұтып, кешіріп жібер. Алла үшін болып жатқан нәрседе шамаң жетсе қолыңмен, шамаң жетпесе тіліңмен, оған шамаң жетпесе сол ішті жүрегіңмен жек көріп қоя салу керек екенбіз. Әрқашанда біз көркем мінез иесі болуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: «Буисту ли утаммима макаримал ахлақ». Мен ақиқатында көркем мінезділікті толықтыру үшін жіберілдім деді. Баршамыз көркем мінез иесі болуды Алла Тағала нәсіп етсін. Ашуымызды жұта алатын, нәпсімізді ұстай алатын пенделерден болуымызға Алла Тағала нәсіп етсін. Ва ахир дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.